Наурыз мейрамы құтты болсын. Наурыз шешек гүлдеп, наурыз жыр төгілгенде, наурыз жауып, наурыз көк ұшып келгенде, үлкендер наурыз бата беріп, жастар ерекше шаттанған күн сіздер мен біздерге қуаныш ала келсін. Ұлыстың ұлы күнгі мерекемен құттықтау сөз мектеп директоры Алма Алтынхан-қызы Жұмабековаға беріледі. Құрметті әріптестер, қонақтар, құрметті оқушылар, наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Баршаңызға тек қана жақсылық тілейміз. Ең үлкен білім ұжымымыз, шаңырағымыз өркендей берсін. Сіздерге тек қана жақсылық, үлкен бақыт тілейміз. Алматы балабақшасының өкілдері. О халқым, ұлыстың ұлы күні бүгінгі мерекелеріңіз барша қауымға құтты болсын. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, дендеріңіз сау болсын, наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз мереке құтты болсын. Алас, алас, жамандықтан алас, 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 пәле жаладан алас, 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 қастандықтан алас, 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 елдің тыныштығын бұзылуынан алас, 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 бөбектеріміздің аман болып, ешқашанда жамандық көрмеуінен алас, 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 тек қана жақсылық болсын, алас, алас, ешқандай жамандық болмасын деп, ниеті дүзу халқымыз осындай жамандықтан алас. Ассалаумағалейкум, сәлем бердік, айына наурыздың аман жеттік. Мұхаммед үмбет айтқан жарапазан, әр үйде болсын шіркін күнде думан. Бұжыр-бұжыр тастардан бұға мініп біз келдік, мұрындыққа ой бермей сіздің үйге біз келдік. Әр үйде болсын шіркін күнде думан. Қиядан көзді тартатын сендерсің қызар қарлышың. Елімнің болса қарты бар, асқардай таудай дәрті бар. Үлкенді сыйлап құрметтеу қазақтың ата салты бар. Қазақтың ата салты бар. Осыншы аман ақтамыз, осыншы аман апамыз, тілеген дайым жақсылық. Осыншы қабыл батаңыз. Армысың абзал ағалар, ағалар жарқын жағалар. Сендерде асыл болмаса, біздерді кім
армысың ерке жеңгейлер, жеңгелер елге өң берер, береке байлық бастауы, сендерге кім бар теңгелер, ей, сендерге кім бар теңгелер. Армысың құрлы құрдастар, сыр міне сырлы сырластар, сендердей сері болмаса, тамаша тойды кім бастар. Жүгірер, інісі кімнің бар болса, өнері көрілет ірілер. Армысың замандастарың, аттамақ қарлығаштарың, сағынып келдім сендерді, дарынды жалын жастарым, ей, жалынды жалын жастарым. Жалынды сәлем жалпыңа, өсем ата салтыма, қуана қарсы алатын. Ризамын туған халқыма, жалынды сәлем жалпыңа, өсем ата салтыма, қуана қарсы алатын. Ризамын туған халқыма. Қазақта бүрме деген бар, сол бүрме ұзын сарының уақытында бүрмені ашып, келініміз қуырдақ дайындаған екен. Амансыз ба апа? Сіздің қал жағдайыңыз сұрайын деп, мынау келіндерімді ертіп, сізге келіп қалдық. Келіңдер мұнда, келіңдер. Келіңдер, мына бел көтерер деген салт дәстүрді алып келген екенсіңдер. Мына келіннің дайындаған тағамынан ауыз тиейін. Салт дәстүрі жаңғырып, тай қазандай жайнайды, әр тойында ән туып, толды өмір қайнары. Енді ғайып тұрмайық, шашуымды шашайық, көріңдікті берейік, ажар көпті ашайық. Өнегелі ортадан үйір ұшқан балық ек, біздің бала қалалы деп осына жарық. Енді ғайып тұрмайық, шашуымды шашайық, көріңдікті берейік, ажар көпті ашайық. Өнегелі ортадан үйір ұшқан балық ек, біздің бала қалалы деп осына жарық. Аумин десең қолың жай, бата берейін мен, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Бәледен, жәледен, тіл көзден аман болайық, әрқашан наурыздан наурызға аман есен жетіп, мына келініміздің құрсағындағы сәбиін аман есен дүниеге алып келіп, елімізге және бір азаматты толтырып, және де дастарханымыз төгін шашын болып, мектебіміз, оқушыларымыз, ата-аналарымыз аман болып, осындай той тойлап жүре берейік. Аумин айтқаныңыз келсін. Енеден өнеге алған, үлкеннің алдын кесіп өтпеген, атын көздерін бақырайып қойып, ешқашанда атап көрмеген қазақ елінің келіндері аман болсын. Қазақ халқының салтының көкесі ат тергеу. Кең болсын қазағымның керегесі, кетпесін Алла берген берекесі. Алаштың баласына насip болған, құтты болсын наурыз мерекесі. Ата-бабаларымыздың тұрмыс тіршілігінде қолданған, шарихи заңдылық пен табиғи заңдылыққа қарсы келмейтін, дәстүрлеріміздің тереңіне сүңгіп, зерделесек, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ата дәстүр салтымыз, әдет ғұрпымыз, бүкіл этникалық болмысымыз халықтың рухани өзегі. Орны бөлек дарханда дара салттың бірі ерулік. Жаңадан көшіп келген жапсарлас қонған отбасына бұрыннан отырған көршілері қонағасы береді. Қазаныңыз майлы, жылқыңыз тайлы, қоныстарың құтты болсын қарақтарым. Шаңырақ ешқашан шайқалмасын, ұрыс керіс бұл әрдайым байқалмасын.
Кең болсын әрдайым керегеңіз, кетпесін үйіңізден берекеңіз. Келін шыраға бұл тентек қайнының қылығы өзіне жарасып тұр, тентек десе тентек. Ақылды тентек біздің бала. Халқымыздың үлкенге құрмет, кішіге ізет деген нақыл сөздерінің жасқа да, жасамысқа да берер тәлімі мол. Қазақ үлкенге де, кішіге де құрмет көрсетіп, ізет білдіріп, ізгілікке ұмтылған. Төріңнен қарт кетпесін деген ғибратты сөзді қашанда жадында ұстаған ұлт. Аман есен ат көлік жеттіңіздер ме? Көш байсалды болсын, аман есен келдіңіздер ме? Ауыл аймақ, бала шаға аман шығар. Мен өзім би ағамның шаңырағындағы ең үлкен келінімін. Оң жағымда тентек қайным, шаңырағымыздың ең кенжесі. Сол жағымда менің қайын сіңлілерім, Еркежаным мен Сырғалым. Жаңағы біздің тентек қайным, ақылды қайным деген осы екен ғой. Қош келдіңдер, көш байсалды болсын. Ендеше қанеке үлкендерден бата сұрайық. Ал енді айналайын қарақтарым, қолдарыңды жайыңдар. Мен ақ батамды, аналық батамды берейін. Ақ құдайым оңдасын, береке берсін басыңа. Бөденедей жорғалап, қырғауылдай қорғалап, қыдыр келсін қасыңа. Кең пейіл берсін, тілеген тілегіңді берсін. Ұлыстың ұлы күнінде бақытты ас берсін. Ұзағынан жас берсін. Ұлың ұяға, қызың қияға қонсын. Малың өріске толсын, дәулетіңді асырсын, дұшпаның басылсын. Менің берген бұл батам, ұлыс күнге сақталған сүр батам. Тәңірдің құлағына шалынып, қабыл болсын. Аумин. Татулық белгісіме жағалай малдас құрған. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Тән татар талай ғасыр, ұрпақтар абай болсын, кірлетпей таз ұстасын, халықтың шар айнасын. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Бастаңғы қазақ жастарының дәстүрлі сауықтарының бірі. Үйдің үлкендері жолаушылап кеткенде, ауылдың қыз-келіншектері сол үйге жиналып бастаңғы жасаған. Қызға 40 үйден тыйым деген берік қағидан ұстанған қазақ қыздары әдетте мұндай бас қосуға жеңгелері мен іні қарындастарымен бірге келетін болған. Кейде жиын қызықты өту үшін сал-сері бозбалалар да шақырылған. Наурызбаевтар жанұясында 3 қызы бар еді. Әкесі депутат, шешесі актриса. Олар Мальдив араларына саяхатқа бармақшы. Алло, что значит не успеваете? Все успеть к сроку. Все, я сказал. Не шалите. Қыздарики, мы надеемся, бәрі жақсы болады, қыздарики. Мы поехали. Розочка, машина. Ура! Қане қыздар осы сәтті пайдаланып, партия ұйымдастырып жіберейік. Қанеке? Достарымызды шақырайық. Қуанарды шақырамыз. Телефонымды мен қазір алып. Алло, Қуанар. Маулен, Марқұлан қайдасыңдар?
alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Алыстарға жетеді Аялай бер, жанды оттың жылағын, көмегіне бір бағын, шақырады біздерді көкорай бер, шақырады біздерді көкорай бер. Сандуғаштар жырлаған, көктемде бір арман, шақырады біздерді көкорай бер, шақырады біздерді көкорай бер. Ой деген қошеметтеп қояйық қалайық. Сағым қыздың апқашы борамалын, асырсап тентек жігіт желеседі. Көктем келіп ауылға қыз көрікті, таң тамаша дүние жүзгеніпті. Өлең жыр, әзіл күлкі ауыл маңы, тиянақты таппай ұшқан көк көбелек, көк гүлге қонды дағы дамылдады. Сіздер жүрген жерде барлық жақсылық бар. Өзінің ұрпағына деген, өзінің балаларына деген, өзінің еліне деген ерекшелігі осы кісілерді бақ берекені ұстап тұрған. Халық әлемінің алтын арқауы болып отырғанда осы біздің әжелеріміз. Бастарын жалаңаш ұстамайтын, тізеден жоғары киім кимейтін, ерекше ілтипатын білдіре жүретін. Отырған жерде орындары төрде болатында осы біздің әжелеріміз. Туғол шапалақ. Қошеметтеп қояйық қалайық. Енелерінен үлгі алатын, бір үйдің отбасының түтінін дүзу шығаратын, бір екі рулы елдің басын біріктіріп, әр тектің ұрпағын жалғастыратын. Келіндерге қошемет. Бір үйдің келін атануға не жетсін, бір үйдің отанасы атануға не жетсін. Осындай керемет, осындай тамаша, инноватты біздің келіндеріміз ортамызда. Ел еркесі атанған, жүргенде шашпауда сылдырламаған, қос етек бүрмелі көйлек киген біздің қыздарымызға жететін қандай жан бар екен. Нәзіктігін жан тазалығымен ұластырған, сұлулығын өзінің нәркес көзімен, астарымен білдіре алатын. Белі бұралып, шаштарын қос өрім қылып өрген, күлімдеген көздер жанарынан сәуле болып тараған біздің қазақ қыздары өзгелерге ұқсамайтын, сұлу да нәзік болып келетін өздеріңіз мінеки тамашалап тұрсыздар. Баш еркін, мың бұралған қыздарға қошемет көрсетіп қояйық қалайық. Жүрістерінің өзі суда жүзген аққудай болатын, жан тазалығын өздерінің
түр сипатымен, әсем жымиысымен, әсем жүрісімен білдіретін біздің қыздарымыз аман болсын. Әр елдің көркі бола білген, әр үйдің еркесі бола білген, әр рулы елдің мақтанышы болған біздің осындай қыздарымызға кім жетеді? Кімнің қолы жетер екен? Кімнің бағы болар екен? Қай рулы елдің барып, отын жағып, суын ішер екен? Осы қыздарымыз осындай. Ал енді орны ерекше. Ал жігіттер, шап, қапыда қалмасын. Қарсы аламыз. Сал Оғын сендеріміз. топалақ, қошаметтеп қояйық қалайық. Көп келе жатыр. Ауылға құт келді. Ана келе жатқан серілер ғой. Осындай жігіттеріміз аман тұрғанда бізді ешбір жау алмас. Бізге ешкімнің сөзі өтпес. Бізге ешкімнің тісі батпас. Ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын. Міне тамаша, қандай керемет. Ортаға ең әдемі киім үлгілерін шақырайықшы. Әжелер ортаға бір шықсаңыздар. Әжелер қауымы ортаға шығып Әжелер көрсетіңіздер. ортаға бір шықсаңыздар. Тағы бір көрсек. Әжелеріміздің айтатын ертегісі, әжелеріміздің айтатын ақылы, әжелеріміздің беретін нақылы ерекше ғой. Елдің өнегесі, елдің ерекшесі, елдің тамашасы, елдің батасы осы кісілерде. Бір қол соғып қояйық. Қошаметтеп қояйық қалайық. Міне орталарыңызда тұрған 50-ге келген, 50-ден асқан қазақтың желаяқ қыздары. Қазір жаяу жарыс. Озып келген әжеге жағалаудан бір комнаталық пәтер. Қол шапалақтап қойыңыздар. Ортаға шығыңыздар, желаяқ қыздар. Әжелеріміз дайындаламыз, жерді теуіп бір көреміз кәнекей. Тойдың қызығы, тойдың думаны осындай. Әжелеріміз ортамыздың көркі. Жаяу жарыс осы тойдың күлкісімен, Мұратбек. күлкісімен қуанышы. Келіндер, енелеріміз, әжелерімізді шығарып саламыз. Жол көрсетіңіздер. Хайт, шап, әжелер. Мектепті бір айналып жүгіріп келген адамға деді жаңа. Тұр! Ой, алдына сұлдырға келе жатыр қазір. Мұратбек, Қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе оза аттарың. Ал бұйыртып бәйгенің алдына Шашасына шаң жұқпаған біздің әжелеріміз. Алдына жан салмаған біздің әжелеріміз. Бір бөлмелі пәтер сізге бұйырды. Талшы бұқтаяу бұралған, маржандай тістер-ау бұралған. Талайда менің үстімнен шырлашай сүгірдеп сұраған. Аридари хей, харидари хей, харидари хей, харидари хей. Жырлашы сүгір-ау дегенде талай бір жерлерді жырладым. Әзілде тауып кеңінен әзілдеуші едім жеңгемнен. Ау інілерімді бар еді, сүгірде ағым-ау келді деп, ат шаптырып-ау айқайлап хабарда салдырған еліне. Тарқатқан менің даңқымды мәжілісте байтадау жеріне, көңіліне құрғыр мастанып, бір жүрі беріп біз жігіттері халықтың берген ау жеріне. Аридари хей, харидари хей, харидари хей, харидари хей. Қошаметтеп қояйық қалайық. Харидари хей, харидари хей, харидари хей.
әрқашанда шетінен шығып әзілдеспейтін, төрінен орын беретін, құда болсаң деген арман кез келген қазақтың арманы болып есептелінген. Қалжа. Бүгін міне қалжа, қазақтың дәстүрі, салт дәстүрі қалжаға келіп отырмыз. Сондықтан мына алдымен біздің әкелген қожынымыз бар, шашуымыз бар. Осы кішкентайың мен бақытты болсын, кішкентайың үлкен ер азамат болсын, Астананың, Нұрсұлтанның үлкен бір ер азаматы ретінде қалыптасып өсіп өнісін. Ал құдағилар, бата беріп жіберейін. Барлықтарыңыз қол жайыңыздар, құрметті халқым. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда болсаң жол болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін, бәле жала жерге енсін, ұлы халқым тоқ болсын, көйлектерің көк болсын, қайғыларың жоқ болсын. Мына дүниеге келген кішкентай сәби бақытты болсын, ешқашан ауырмасын, денсаулығы зор болсын, үлкен азамат болсын. Аумин Аллах. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Қол жетпес көрік тарман, сезімге серік болған. Сенбісің аққу құсым, айдынға келіп қонған. Айтайын жүрек сырын, бағыма тілек шөзін. Бұл жүрек өзіңді іздеп, үлбіреп жүрек сезін. Айымда сен, күнімде сен, жанымды тербейсің, күлімде сен. Жанымда сен, бағымда сен, сүймесем сені сәуле, дәл бұлай сағынба сен. Арманым аңсатсаңшы, сырымды сен сақтаушы. Жылайды жанарымда, мөлдір моншақ тамшы. Балдәурен тәтті шағым, сен іздеп көкке ұшамын. Жанымнан жырақ кетті, жалыққан жат құшағым. Айымда сен, күнімде сен, жанымды тербейсің, күлімде сен. Жанымда сен, бағымда сен, сүймесем сені сәуле, дәл бұлай сағынба сен. Сүймесем сені сәуле, дәл бұлай сағынба сен. Құда тарту. Армысыңдар ағайындар, бармысыңдар бауырлар, жүректен шыққан сөзімді құлақ салып тыңдаңдар. Ақталған ағарманы үміттер-ай, қашан көрсең күлетін жүріптегі-ай. Қаумалаған ағайын аманбысың ауылдың жігіттер-ай. Жас жүректі толғантып тербеткендер, қиял ойды биікке өрлеткендер. Аманбысың арнайы біздің Наурыз мерекесіне келген айналайын күлім көз бой жеткендер. Бәрекелді қошеметтеріңіз. Жарасып болса жанымыз, жақсыдан үлгі алыңыз. Бүгін тойда ерекше бәр осыдан табылар. Әдемі аппақ ниетпен сабырлы әлем болыңдар. Тойға келген ағайын мәз мейрам боп қалыңдар. Ал ағайын қалайық, әнде тейік жырлайық, ортамызды ашайық, думандатып би билеп, әнжу маржан шашайық. Қадірменді ағайындар, бүгін халқымыз үшін, еліміз үшін ең керемет тамаша қуанышты күн десек қателеспейміз. Бүгін қазағымыздың дәстүрлі тойы, ұлыстың ұлы мерекесі құтты болсын. Бәрекелді қошеметтеріңіз қадірменді ағайындар. Ең алдымен біздің алдарыңызға шығып тұрған коллектив Айсұлу Нұрғалиева қызы сол кісінің басшылығымен ұйымдастырып отырған тек персоналдың атынан дәстүрлі қазағымыздың құдаларды тарту рәсімі және ең үлкен керемет рәсім құйрық бауыр рәсімін көрсеткелі отыр. Олай болса, сіздерменен біз бірге тамашалайық. Оның алдында ең бірінші айтайық деп отырғанымыз
біздің осы керемет 59-шы лицей мектебінің басшыларына, осы біздің түлектерімізге білім беріп, ақыл беріп, тәрбие беріп отырған аяулы ұстаздарымызға, тағы басқа да өсіп келе жатқан жастарымызға, осы керемет жолдарың ашық болсын дегім келеді. Мерекелеріңіз құтты болсын дегіміз келеді. Барлық алғысымыз мектептің басшыларына, ұстаздарына. Ал енді біздің үлкен әжеміз қайда екен? Әже, мен сіздің қатты қысылып тұрғаныңызды білемін. Қазір біз бірінші құдаларды қарсы алайық деп тұрмыз. Солай емес бізі. Олай болса, қазір құдаларды қарсы алуға айтар сөзіңіз бар шығар. Осы ең ортамыздағы ақжаулықты әжеміз Сәбила әжемізге қазір сөз кезегін береміз. Қайда біздің құдалар? Біздің балаларымыз далада ойнап жүрген сияқты еді. Солардан бірдеме шығатын сияқты. Сүйінші, құдалар келді. Ата, әже, құдалар келе жатыр. Бәрекелді, рахмет құлындарым. Айтағай, сен кімді көрдің алыстан? Көп құдаларды көрдім. Бәрекелді. Біздің далада ойнап жүрген бір үшін үлкен қуаныш, біздің нәрестелеріміз, сәбилеріміздің өзі қуануда. Қазір тағы да біздің балаларымыз келе жатыр ғой деймін. Қайда балаларымыз? Сүйінші, сүйінші, ата, әже, сүйінші, сүйінші, ата, әже. Осы әжеміздің ең үлкен тұңғыш ұлы, мінекей Сәкен баламыз тұр. Қазір не айтасыз? Әже, құдалар келе жатыр ғой деймін, балалар айтып жатыр сүйінші сұрап. Қарсы алайық құдаларды. Не дейді, құдалар келіп қойды ма? Әгі келіндер қайда біздің, қыздар қайда? Бәрекелді. Әй, шашулерің дайын ба? Келінге қапты ғой. Әжесі, уайымдамаңыз. Сіздің келіндеріңіздің бәрі, балаларыңыздың бәрі өзіңіздің тәрбиеңіз. Олай болса, көріп тұрса, қыздарыңыз арқанды дайындап тұр. Мұн жақта бір қызыңыз шашуды дайындап тұр. Олай болса, құдаларымызды дұрыстап қарсы алайық. Қайны қошеметтеріңіз қайда? Бәрекелді құдаларымызды қарсы. Құдаларымызды қарсы алайық. Құда деген керемет қой. Құданың жүрген жері. Елдің басы қосылып жатыр. Қошемет ағайын. Жаса құдалар, биле құдалар. Шашу шашылсын. Сөз түйірсін. Құда болу кіммінде болса арманы. Құда болу кіммінде болса мүддесі. Той қаласын. Бәрекелді. Бәрекелді. Қазақ халқы дарқан халық, қазақ халқы бай халық, қазақ халқы думаншыл, сауықшыл халық дегендей, қазағымыздың тойы әбден ең бірінші басталады арқан тартудан, сәлем беруден, амандасудан, шашуден басталады. Халқыма мен кеудеде ыстық оттай шалқы дөрең. Бүгінгі Наурыз мерекесін жүргіземіз думаншыл қазағымның салтыменен. Ойды келген. Мен өзім ақынмын деп мақтанбаймын. Бұл заманда сен ешкім жақтамайды. Ағалар, бауырлар ау, сұрасаңыз атымдау, еш уақыттау жасырмаймын. Атымды сарқыт деп мен айтам сізге. Әкемнің қойған әтейі кенже қызым. Дайырабай батыр бұлға қызы едім, өнерге тым жасымнан үйредім. Міне нағыз құдағи. Өйді. Бұл әнді кім бастайды? Қыздар бастар. Өбілі. Аяқты жиірік аттай көсіп тастар. Құдалар, құдағилар келіп қапсыз, күй тартып домбырамен деп бастаңдар. Ебілені бастаңдар. Олай болса, құда мінекей, осы құданы өзім талай сахнада көргенмін. Ана отырған бас құданы. Талай осы өзінің әуенін айтып жүрген азаматтың бірі болады. Әрине, қазір осы құдаларымыздың бір ауыз лебізін тыңдайық. Ал енді құда өзіңізге тапсырды ғой. Өзіңмен арыстан, бойыңда таныстан,
жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді бұл күніде, қайдасың бұл күніде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Бәрекелді. Олай болса, ертең үлкен тойда Құда өзі біздің қонағымыздың бірінші әншісі болады деген үміттеміз. Рахмет сізге. Құдай қаласа. Олай болса, енді Құда ән айтып жатырсыз, алыстан келіп жатсыз. Құданы сыйлау біздің халқымызда, дәстүрімізде бар дегенсе, аты соны сайғысы, жиын тойға барысар, ұлы қызы барғысы, құдалыққа барысар деген емес пе? Қазір бата мен елге көреді, егін мен жерге көреді дегендей, сізден бір жақсы бата сұраймыз. Ал қолдарыңыз жайыңыздар. Құдайым оғындасын, әруақтарың қолдасын. Кетпес дәулет кең пейіл, сіздерден байлық өтпесін. Құдай берілген несібең, тепкілесең кетпесін. Жаратқан Алла жар болсын, аман болсын мал басың. Өмірде жолдарың болып, қыдырда болсын жолдасың. Болсын бірлік татулық, ұрыс жанжал болмасын. Бақытты болсын екі жас, өмірді алға жалғасын. Әз Наурыз құтты болсын, үйдің іші жанға толсын. Амин. Бейбіт өмір ашық аспан, елімізге бақ құс қонсын. Аумин, Аллаху акбар. Аумин. Қолынан аяғына таппайсыздар ойбай, ай. Жүрмеңіздер кеш қалып, ойна құдалар. Ойбай, ақша беріп, қазіргі заман басқа, адам басқа, ақша беріп құтылып атыр енді қайтсынай. Бәрекелді. Осы кешіміздің соңын қазір біз тамаша ана туралы әнменен жалғастырамыз. Қайда жан, байыңыз қайда кетті? Ой, Sen mağan, dağın terbiren. Jinan sen mağan, sen bildin kostan. Kanatın kabağan, bağlar boştaran. Özünü almağan, eldini geçemezsin, samacın sayaba, kuşağım yenaşım, isteyip kettim de, men sağan sabimen, köylere köktemdey, gözünden tanıman. Eskiyip gitsem de, men sağan sabimen, köylere köktemdey, gözünden tanıman. Халайық жайса алақан, бата берер күн жетті. Нұрланып атқан осы күнде, уа халайық, құлақ тұр берер батаға. Қарқып құтты наурыз, қазанға толсын саруыз. Қайнасын наурыз көжеде, толтырып ішкей кесеңе. Ұлыстың ұлы күнінде, көппенен бірге күлімде, көбейсін жаңа достарың, молайсын елге қосқаның. Жарасып көңіл хоштығы, бексін халық достығы, ішінде жүрсе аз ғана, шайылсын өкпе наз нала, алдыға сыймай сәбилер,
құшағын жайсын жаңа үйлер, жастардың самсап отауы, мейірімін төксін отаны. Әспеттеп ата дәстүрін, әсем боп өссін жас буын, кірбің тартпасын кәрілер, барыңның дәмді нәрін бер. Дүрленген Қазақстанға таң қалсын доста, дұшпанда. Аумин. Жүрегін салауатты ағасы азалама, маңдайыңнан тұнық бер, құлап тұр жауласын